Қайырлы күн, достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын меренговый рулет дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл рулеттің рецепті өте сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қараңыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаның ағуызын ғана салып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Егер ыдыстарымыз таза болмай, құрғақ болмаса, біздің рулетіміз дұрыс шықпай қалады. Ыдысымызды қағаз майлықпен құрғатып алуға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, жұмыртқаның тек ағуызын ғана алып аламыз. Сары уызын бөлек ыдысқа саламыз. Және де миксердің жай жылдамдығынан бастап көбейте отыра миксерлейміз. Қантымызды аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Міне біздің жұмыртқамыз осылай ағарғанша миксерлейміз. Миксерімізді тоқтатып, оның үстінен лимон қышқылын шым-шым саламыз. Лимон қышқылы болмаса, лимон согынан кішкене қосуға болады. Лимон қышқылын салғаннан кейін 1 минуттай миксерлеп, оның үстінен кукурузный крахмалды саламыз. Мен барлық керек заттарды видеоның астына, яғни описаниеге жазып қоямын. Кукурузный крахмалды салғаннан кейін 5-10 секундтай ғана миксерлейміз. Міне біздің меренгамыз осылай болуы қажет. Ыдысымыз төңкергенде ақпауы қажет. Қолымызбен де көреміз, өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Табамызды алып, үстіне пергамент қағазын төсейміз, және де біздің барлық қамырымызды, яғни меренганы табамызға салып, жайып шығамыз. 150 градус қызып тұрған пеште 20-30 минутта пісіріп аламыз. Қамырымызды пешке салып, арасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Құрғақ ыдысқа 33% сливкиді құйып, мұздай сливкиді құюымыз қажет, және де миксердің жай жылдамдығынан бастап, қатты жылдамдығына дейін жақсылап миксерлейміз. Сливкиіміз қоюлана бастағанда, оның үстінен сахарный пудраны салып, креміміз формасын ұстағанша миксерлеп шығамыз. Бірақ ұзақ миксерлемеңіздер, креміміз іріп кетуі мүмкін. Біздің креміміз дайын. Меренгамыз беті осылай кішкене сарғаюы қажет. Пештен алып, пергамент қағазын төсеп, аударып саламыз. Міне осылай видеодағыдай етіп, аударып салыңыздар. Пергамент қағазының орнына сүлгі төсеп аударуға да болады. Маған пергамент қағазы ыңғайлы болды. Және де пергамент қағазын бірден суытпай алуға болады, немесе суытып барып алсаңыздар болады. Мен ыстықтай алдым, және 10-15 минутқа суығанша қойып қоямыз. Ары қарай кремімізді видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Мен крем көбірек құйдым, өйткені рулетіміз биіктеу болып көрінсін. Арасына кішкене бананды турап салдым. Бананның орнына басқа жеміс-жидектер қоссаңыздар болады, немесе жеміс-жидексерсіз жасауға да болады. Рулетімізді ораймыз. Міне видеодағыдай етіп орап шығамыз. Қатты баспаймыз. Бұл өте нәзік, дәмді болып шығады. Француз десерттерінің бірі. Міне дайындап алған рулетімізді бөлек ыдысқа пергамент қағазынан жаймен босатып аламыз. Бетін осылай әсемдеп қоюға болады. Қалауларыңызша әсемдеп, жеміс-жидектер қойып шықсаңыздар болады. Мен осылай бананмен әсемдеп, үстіне кішкене қант ұнтағын сеуіп дайындадым. Жанындағы артық бөлігін алып тастаймыз. Не достар, біздің тәтті меренговый рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды түрлі тәттілермен қуантыңыздар. Және де менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Астарыңыз дәмді болсын, хош сау болыңыздар.